осындай үлкен аудиторияға жиналып отырғанда мен өте риза болып тұрмын сіздерге. Алдын ала рахметімді айтайын деп отырмын. Осы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің кафедрасына келіп, кафедраларына келіп, мен лекция оқып отырғаныма өте ризамын. Менің аты жөнім Закишева Сәуле Мұсағалиевна, доцент, Қарағанды мемлекеттік университетінде балалар жасындағы стоматология және хирургия стоматология кафедрасының доцентімін. Осы мағлұмат арқылы осындай бүгін пікір алысып, осы бір жұма кафедрада осы Марат Оспанов атындағы университеттің детский стоматология и челюстно-носовая хирургия кафедрасына келіп, мен дәріс оқып, бірге менімен алмасып жатқанымызға өте ризашылығымды білдіріп өтемін. Бүгінгі лекциямыз беттің нейростоматологиялық ауруларға жіктелмесі, ішқұл нервтің невралгиясы, бет невралгиясының және тіл жұтқыншақ невралгиясының ауыртпашылық аурулары туралы біраз әңгіме айтып кетейін деп отырмыз. Бұл лекцияға дәріскерлер, мен өзімді айттым, балалар жасындағы стоматология және хирургия стоматолог кафедрасының доценті Закишева Сәуле Мұсағалиевна. Екінші, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің халықты және патологиялық анатомия мен оперативтік хирургия кафедрасының доценті Рахма Сапарғали Бекжанұлы екеуміз сіздерге дәрістерімізді ұсынайық деп отырмыз. Хирургия стоматология пәніне аяқталғаннан кейін сіз ішқұл нервтің, бет нервісінің және тіл жұтқыншақ невралгиясының этиология, патогенезі, диагностикасы, клиникалық ағымының ерекшеліктерін білесіз. Ішқұл нервтің, бет нервісінің және тіл жұтқыншақ невралгиясының ажырату диагностикасын жүргізе аласыз. Ішқұл нервтің, бет нервісінің және тіл жұтқыншақ невралгиясының емдеу жоспарын құра алатын боласыңыздар. Дәрістің жоспары. Жаңағы мақсат болып кетті ғой, енді жоспары. Кіріспе. Екінші, ішқұл нервтің анатомиясы, ішқұл нервтің невралгиясының этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы. Бет нервісінің анатомиясы, бет нервтің невралгиясының этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы. Тіл жұтқыншақ нервінің анатомиясы, тіл жұтқыншақ нервісінің невралгиясының этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы. Бесіншіміз дифференциалды диагностикасы. Алтыншы клиникалық жағдай. Кіріспе. Нейростоматологиялық аурулардың дамуы негізінде нерв жүйесінің әртүрлі бөлімдерінің зақымдануы жатыр. Оның белгілері ауыз қуысы мен бет аймағында байқалады. Барлық нейростоматологиялық дерттер мен синдромдары физиологиялық принциптерге негізделе отырып, Гречка 90-шы жылы 6 топқа бөлінді. Осы топты біз ойлаймыз дұрыс бөлінген деп. Соны сіздерге сөйлеймін. Пайда болатын симптом комплексі. Бірінші топ. Бас нервтері жұмыстарының бұзылуынан пайда болатын симптом комплекс. Ішқұл, бет, тіл жұтқыншақ, тіл асты нервтері жұмыстарының бұзылуынан пайда болатын сезгіш, қозғалтқыш, вегетативті өзгеру белгілері. Екінші топ. Вегетативтік нервтің жұмыстарының бұзылуы әсерінен пайда болатын симптома комплекстер. Бұлар ауруы, трофикалық, вегетативті көріністермен білінгенмен, оның ішіндегі басты симптомы вегетативті нерв
жүйелерінің бұзылуынан пайда болады. Оларға ангионевротикалық квинке дамуы естіген шығарсыңдар, квинке деген балаларға. Росалималы Мелкерсон, Розентал синдромдары, глоссалгия, глоссододиния, вегетативтік ганглиялардың бұзылуы кіреді. Үшінші топқа жақ бет аймағының қозғалтқыш нерв жүйесінің бұзылуынан пайда болатын көріністер. Олар тек бет аймағында немесе барлық организмде болатын қозғалу жүйесінің бұзылуынан бет аймағындағы көрінісі ретінде сипатталады. Бұл топта тырысқақ және гипертензия, еттің үдемелі дистрофия жатады. Келесі топ жүйесінің неврологиялық синдромдары, яғни адонтогенді, біздің атрогенді, вертеброгенді, стоматогенді, рино-офтальмологенді синдромдар. Бесінші топ организмнің ішкі ағзалары мен жүйелерінде болатын дерттерді жоғарғы жақ нерв жүйесінің бұзылуынан пайда болатын синдромдар. Яғни невроздан пайда болатын нейростоматологиялық синдромдар, неврастения, истерия, көңіл күй өзгерістері. Осындай 6 топ бар. Үшқұл нервтің невралгиясына тоқталайық. Үшқұл нервтің невралгиясы негізі афференттік, анималдық, вегетативтік нерв тіндерінің бұзылуынан болады. Оның бұзылған жерін қозу, ирритация дейміз, денцефалды аймаққа гипоталамус және ми қабығындағы сезіну ядросына тарайды. Онда қозу ошағы пайда болады. Сыртқы ауру туғызатын күштердің салдарынан ирритация ошағы қозады және ол бұзылған нерв жүйесіне тарайды. Үшқұл нервтің анатомиясы. Бұл анатомиясына келмес бұрын, мен сіздерге бірінші курста оқыған естеріңізге түсіріп, бас ми нервтер дегеніміз не? Олардың жіктелісі қалай? Міне қысқаша осыған тоқталғым келіп отыр. Өздеріңіз көріп отқандай, бас ми нервтері 12 жұп. Негізінен олар сіздердің есіңізге алып түсіретін болса, олар негізінен бас ми затынан шығатын және бас ми сабауынан тарайтын шеткі жүйке жүйесінің бөлімі қысқаша. Олар 12 жұп, алдарыңызда тұр, олар негізінен 3 топқа жіктеледі. Мынау шартты белгілеулер, енді есіңізге түсін деп жазып қойдым. Сондықтан бас ми нервтер де қозғалтқыш, сезімтал және аралас топ болып бөлінеді. Мына жерде ядролардың санына байланысты осындай белгі салып қойдым, чтобы түсінікті болсын деп. Бүгінгі дәрісте біздер мынау үшкіл нерв тригеминус, нервус фациалис және тіл жұтқан жақ деді осы файнгеуске тоқталамыз. Енді келейік. Үшкіл нервус тригеминус жіктеліс бойынша аралас топқа жатады. Себебі оның сопақша мида көпірде, яғни ми сабауында орналасқан 3 сезімтал және бір қозғалтқыш стрелка тұрған бір қозғалтқыш ядросы бар. 4 ядросы бар. Олар әрі қарай бас ми сабауынан линия тригемина фациалис деген сызықтан нервус тригеминус үлкен сабау түрінде шығады. Одан әрі қарата от не шыққан жері. Мидың қатты қабығынан қарайтын болса, артқы бас сүйек шұңқырынан, ол ортаңғы бас сүйек шұңқырына қарай өтеді. Бұл жерде пирамиданың самай сүйегінің алдыңғы бетінде не бар? Сол түйінге келетін капсуласының ішінде ганглион тригеминус түзеді. Ганглион тригеминустан кейін оның негізгі 3 тармағы нервус офтальмикус, нервус максилларис және нервус мандибулярис шығады. Бұл 3 нервте бұлар дегенмен өзінің тармақтары арқылы вегетативтік жүйке жүйесіне қатысты тармақтары бар түйіндермен байланыс жасайды. Біз дәрістің басында тоқталатын боламыз. Нервус офтальмикус көріп отқандарыңыздай фистура орбиталис супериор арқылы көз шарасына шығады. Міне көріп отырсыз. Көріп шыққаннан кейін 3 тармаққа бөлінеді. Нервус фронталис, ол өз кезегінде тағы 3-ке бөлінеді. Қазір келеміз. Екіншісі ол бүйір жағынан қарайтын болса, қазір көрінеді.
вот не тұрады. Қандай? Нервус латрималис және медиал жағымен жүретін наза цилиарис болады, жақсы біліп отырсыз. Үш негізгі тармақтар. Бұл жерде торы сүйектің ұяшықтарына баратын ұсақ тармақтары береді. Енді оның тармақтар келесі ол инфратрахеалис болады. Мынау сол тарместен тарайтын ұзын кірпік нерві да, нервус цилиарис үлкен. Енді бас сүйек алдынан қарайтын болсақ, нервус фронталистің тармақтары вот бұлай жүреді екен. Өйткені брюш жарасының ішіндегі тесіктер арқылы нервус супраорбиталис, форамен супраорбиталис арқылы нерв и мынадай нерв. Нәтижесінде тері аймағында бұлардың иннервациялайтын зона аймағы осы екен. Келесі. Жоқ, екіншісі. Осы ұсында шығып. Екінші тармағы ол нервус максиллярис. Форамен ротундум арқылы, мына жерде гангрион птеригоидус бар, соған байланыстыратын рамус гангрионалисті береді. Сосын оның ары қарай тікелей тармағы нервус инфраорбиталис. Ол ары қарай көш шарасына не арқылы енеді? Фиссура орбиталис интерьер арқылы, ол не шығады қазір. Вот көш шарасының орбитаның төменгі қабырғасы арқылы не алдыңғы аймақта не бар? Форамен инфраорбиталис бар, сол арқылы бет аймағына шығады. Осы жерде қабаққа, мұрынға және жоғарыда еріндіге өзінің тармақтарын берді, терлік тармағын көрдіңіз. Келесі. Бұл жерде максилляристің мінекей көріп тұрсыз шыққаннан кейін. Міне гангрион жаңағы айтқан түйіні, осы түйінге береді. Осы түйінен қазір тоқталатын боламыз, шырышты қабықтарға, бездерге, вегетатив жүйке жүйесіне қатысты тармақтарды береді. Бұдан басқа жоғарғы жақта орналасқан ұяшық артерияларды береді. Қазір біз келесі қосамыз. Мынау терлік аймақтары, мынада көрсеткен, мынау бірінші тұрған, ол жаңағы айтқан бірінші, нервус офтальмик, соңынан кейін нервус максиллярис келесі. Мінекей, жаңағы айтқан жоғары нервус альвеоляр супериор постериор. Білесіз, да? Вот мінекей. Ол денесі арқылы жоғарғы жақтың ұяшықтарына бағытталады да, ішкі жағынан тістерге. Қазір қараймыз. Енді жаңа айтқан нервус инфраорбиталистің тікелей жалғасы мына бет аймағына шыққаннан кейін қазір бүйір проекциясында көрсетеді. Ол қандай? Нервус альвеолярис супериор антериор. Ол добатажы айналады да, жаңағы айтқан екеуі қосылады ол. Қосылады рамус денталис et гингивалис. Яғни қызыл екке жоғарғы жақтың тістерінің тармақтарын береді. Енді жаңағы айтқан қанат түйініне байланысты қандай нервтер? Ол бізде беріледі мұрынның кілегей қабатына. Мынау жаңағы айтып өткен постаптериге палатимен байланыс жасайтын форамен қандай спермум палатинус бар, сол арқылы келетін. Ол қандай? Мынау қандайға мұрынның кілегей қабаттарына беретін тармақтары. Вот мынау жаңағы айтқан канал. Канал арқылы рамус нейді? Назалис, супериор постериор ақтыға қабатына өтетін. Ол ары қарай нервус палатинус өтеді қандайға. Жаңағы айтқан рамус назалис постериор супериор алатын болса, мына мұрынның кілегей қабатына келеді. Мынау айтқан, міне олар латералды медиал тармақ қой, латералды тармақтар мұрынның жоғарғы, ортаңғы мұрын жолдары бар. Оң назалис супериор медиал арасында жолдары бар. Мұрынның шырышты қабатын иннервациялайды. Мынау жаңа айтқан, қандайға өтетін, қайтып кетті бұл жерде, ол назар палатин. Ал мынау медиал тармағы жаңа айтқан рамус назалис. Ол себебі мынау мұрын пердесі көрсетілген, мұрын пердесіне тармақ береді. Ана бүйір қабырғаларында бар. Мынау мұрын пердесі. Сонымен қатар үлкен дене тармақтары арқылы осыны береді. Енді келесі тармағы максилляристің ол диагностикоматикус бет тармағы. Ол көш шарасына енеді, көш шарасының бүйір жағындағы тесіктер арқылы келесі нервтерді береді. Қазір қарап отырсаңыз, сол арқылы көздің бүйір бұрышында иннервациялайды, терлік тармақтарын береді. Келесі тармақ ол нервус мандибулярис. Бұл үшінші тармағы
бас сүйек қуысынан форамен абалис арқылы мына қарап отырсаңыз шығып тұр. Бұл жерде бұл нерв аралас нервке жатады, сезімтал және қозғалтқыш. Сондықтан қозғалтқыш нервтері жаңа көрсетілді. Вот және сезімтал тармақтарын береді. Төменгі жақ нервінің сіз білесіз, негізінде шайнау бұлшықеттер, шайнау бұлшықеттер деп береді. Міне сонымен қатар тирлік тармағы беріп тұр бұл жерде. Ұрттың бер жағында, нервтері. Одан кейінгі ол нервс аурикулар темпоралис, құлақ айналады, самай айналымынан тармақталады. Вот не көрсетіліп тұр. Нәтижесінде самайдың терісіне терлік инновация беріледі. Келесі ол ең негізгі тармақтар нервс лингвалис және нервс альвеолярис инфериор. Бұл енді сүйектің ішкі жағынан білесіз, форамен мандибуляр арқылы ол қайыққа енеді денесіндегі каналис мандибулярис инфериор. Енді бұл жерде қазір сүйектің кесілген түрі көрсетіледі, чтобы іші ашылған. Одан жақсы көруге болады. Осы нервс альвеолярис инфериордың бір қармағы қазір көрсетілетін болады. Қозғалтқыш. Ол мускулус мелахеидиус бар да, ауыздың түбін құрайтын как раз осыған өзінің тармағын береді. Вот мелахеидиус. Тістің ұяшықтарына келетін тармақтары. Нервс менталис дейді. Сөйтетте иектің терісінің нервтен төменгі ерінің және иектің терісінің нервтен. Вот мектеп көрсетеді. Келесі тармағы ол нервс лингвалис. Нервс лингвалис. Оны көру үшін біз мына жерде мускулус птерикулус медиалис бар, шайнау бұлшықеттерінде. Соны ашуымыз керек, соның бетінде жатады. Егер бұлай алдыңғы көріністен қарасаңыз, міне төменгі жақтан ол ішкі жағына қарай еніп жатыр. Әрі қарай ол тіл түбірін құрайтын бұлшықеттер бар ол. Тілдің түбірін. Сол бұлшықеттердің бойымен тілдің бүйір жағына қарай төмен түседі. Вот міне келе жатыр. Қазір пинцетпен көрсетіледі. Бұдан басқа нервс лингвалис өзінің жолында сезімтал талшықтарын береді. Біз оны айтамыз, хорда тимпани, дабыл жарғағына береді. Соны мына жерде көрсетіп тұр. Себебі дабыл жарғағының иннервациясында бар ол. Оған және 5-ші шүк қатысады, қазір 7-ші шүк қазір біз қайтып келетін боламыз. Тілдің бүйір жақ түбірі арқылы, ол да тілдің алдыңғы жағына бағытталады. Міне, пинцетпен көтеріледі. Яғни бұл жерде тілдің алдыңғы 3/2 бөлігін иннервациялайды. Артқы түбірін нервтендіруге қатынаспайды. Мына жерді жақсы ұстау керек. Себебі тілдің артқы түбірін 7-ші бөлік қазір қайтып келеміз. Мына жерде как раз нервс мандибуляристің терлік нервтеріндердің айнаға көрсетілген. Сіздерге келуге абылқали тақырыбына. Енді біздің клиника жақ кетеді. Этиологиясы мен патогенезі. Ұшқын нерв тіндерінің зақымдауына байланысты бірінші. Екіншісі, нерв тіндерінің сақталуына байланысты нервиттің себебі инфекция. Грипп дейміз, ангина дейміз. Қан жүйесімен және ішкі бездер жұмысының өзгерістері. Нерв шығатын сүйек көзінің тарылуы. Тіс және жақ тіндерінің зақымдалуы, ісіктері, қабыну аурулары. Осы бірінші ең маңызды этиологиясы. Клиникасы қалай өтеді? Үшқыл нерв тамырларының бірінде немесе бірнешеуінде ұстамалы азапты аурулар пайда болуы мүмкін. Ауру ұстамасы бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылады. Ол бір қатар науқастар бір тәулік ішінде бірнеше рет немесе жиі қайталанады. Ұстамалы ауру күйдірілгендей, оқпен атқандай, жұлып алғандай, кесіп, тығып алғандай, электр тоғымен ұрғандай болып сипатталады. Олар кенеттен басылады да, кенеттен тоқтайды. Клиникасы осылай. Кейбір жағдайда ұстамалы аурудың белгілі бір триггерлік немесе аллогендік деп аталатын аймақтары қоздырғанда пайда болады.
Бұл аймақты шүріппе аймағы деп те атайды. Бұл нүктелерді сәл ғана сипаса, тіптен аздап жел тисе болғаны ауру ұстамасы басталып кетеді. Осы моментті сіздер жақсы түсініп алыңыздар. Қазір диагностика жасағанда керек болады. Түсіндіңіз бе? Сол себептен ұстама кезінде бұл науқастар сөйлей алмайды. Ауру қоздыратын нүктені тек саусақпен нұсқап көрсетеді. Кейде нұсқап көрсетуге де шамасы келмей қалады. Науқас ұстама кезінде үрейі қорқыныш сезіммен бір орында жылжымай отырып қалады. Ауырған нүктені қатты басып уқалай бастайды. Өйткені қатты қозғырғыш ауру сезімін басады. Үшқыл нерв вегетативті түйіндерімен байланысты болғандықтан ауыр ұстамасы кезінде вегетативті нерв жүйесінің жұмысының бұзылуы белгілері байқалады. Олар жалпы бет терісінің қызаруы, гиперемия дейміз ғой, тер шығу, терлеу, жүрек соғуының жылдамдауы, жас ағу, сілекейі көбейеді, ринария көріністерімен сипатталады. Көбінесе ұстама кезінде мимикалық шайнау, бұлшықеттермен қатар мойын еттері рефлекторлы жиырылуы мүмкін. Ұстамалы алдында парестезия, бет жыбырлау, тістер және жақ сүйектерінің сыздағандай ауруы, жансыздандыру, гипергидроз, тіс ұзару, ыстық немесе суық әсері, қышыну, беттің қызаруы тәріздес көріністер пайда болады. Бұлар бірнеше күннен 1,5 айға, одан да әрі қарай жалғаса беруі мүмкін. Міне, көрдіңдер ме, мына жерде аурудың қандай салдарда болатынын. Жаңа анатомиядан жақсы көрсетіп кетті. Енді мынаны сендер даже айтпай-ақ суретті көріп тұрып та түсінетін сияқтысыңдар. Да, балалар, солай ғой. Қандай состояние аурудың позасы бәрі жақсы көрінген. Диагностикасы. Жақ бет аймағы мен мидың компьютерлік томографиясы керек. Жақ бет аймағының мен мидың магнитті резонанс томографиясы керек. Сосын бұны қандай аурумен, бір аурудың диагностикасы өте кейде қиын болып келеді. Өйткені ол әртүрлі болып өткен сияқты. Міне, жедел ірінді маңдай синуситі, жедел ірінді жоғарғы жақ синуситі, жоғарғы және төменгі жақтың сынуы, жоғарғы және төменгі жақтың ісіктері, жоғарғы және төменгі жақтың қабыну аурулары болып кетеді. Осындай симптомалары жақсы. Сосын бұлар өзі бірінің арасымен бірін біз жақсы диагностика қою үшін осы клиникалық симптомдарын жақсы білуіміз керек. Оны бірінен бірін ажырата білуіміз керек. Түсіндің ме, балалар? Енді бет нервісінің невритіне көшейік. Бет нервісінің невриті қозғалтқыш нерв. Бірақ оның құрамында сезімталдық және секреторлы талшықтар бар. Бұл ауруды 1836 жылында, қайшы жыл болған, биом арқылы жазылған. Топикалық диагностикасының қойылуына байланысты бет нервісінің невриті терминінен көрі бет нервісінің салдануы. Парез, паралич, естіген шығасыңдар. Деген дұрыс. Өйткені нерв жұмысының бұзылуы тек қабынуға байланысты емес. Басқа этиологиялық себептер де болады. Енді бет нерв анатомиясына келейік. Сапарға Бешанұлы. Себебі бет нервінің көпірде орналасқан қарауытыз, түсіндіңіз, көлемнің кесіндісінде 3 ядросы бар. Қозғалтқыш, сегментал және вегетативті ядросы бар. Бұлар ми сабауынан шыққанда, мына жаққа қарасаңыз, мынау көпір, және мынау олива, сопашымен екеуінің арасында. Егер мына айтатын болса, линия тригемина фациас деп қосатын болса, содан ми сабауынан шығады. Келесіңіз. Әдмен қарай, қос жібер.
ми сабалынан шыққаннан кейін 8-ші жүкпен бірге нейроспациалист қарап отырсаңыз ішкі есту тесігі арқылы, ана ішкі есту тесігі арқылы ол пирамиданың ішіне енеді. Көріп тұрсыз да? Тастақты бөлігі барс петроза. Енді қарай, егер мына ішкі есту тесігінен қарайтын болсаң, каналис фациалис дегеннің кіреберісін көруге болады. Ол каналис фациалиске енеді ол. Соның ішінде ол. Бұл енді бас сүйектің түсінікті болу үшін көрсетілген. Вот мына тастақты бөлікпен шығады. Енді сыртқа қарайтын болса, мынау сыртқы есту тесігі. Сыртқы есту тесігінің ішінде міне каналис фациалис сәл көрінеді. Әрі қарай мынау форамин стеломастоидеум осыдан шығады. Келесі қос. Вот мында зонд арқылы көрсетілген. Бірінші ол оның жоғарғы қабырғасымен горизонтальды жүреді. Мынаны жақсылап мұқият ести алу керек. Горизонтальды жүреді де артқа қарай иіліс жасайды. Артқа қарай. Сол кезде оның тізесін құрайды. Немесе ілмегі дейміз, геру да. Егер бүйір жағынан қарайтын болса, артқа қарай емес, бұл бірінші иілім. Екінші иілім жасайды. Яғни төмен қарай. Төмен қарай неге иіліс жасайды да, әрі қарай бет каналының нағыз осы формасы пішіні осылай болып, форамин стеломастоидеум арқылы бас сүйек қуысынан сыртқа шығады. Шықшыт аймағына. Енді осы жерде сәл тоқтата тұр. Осы жерде бет осыдан шыққаннан кейін шықшыт аймағында өзінің соңғы тармақтарына бөлінеді. Бұл жерде шықшыт безі бар, гландуля паротоидея, соңғы тесіп шығады да өзінің соңғы тармақтарын бөледі. Сондықтан бет нервінің тармақтарын біз екі топқа бөлеміз. Орналасу топографиясы бойынша. Бірінші ол каналис фациалистің ішіндегі, екіншісі каналис фациалистен шыққаннан кейін. Каналис фациалистің ішінде қосайды. Ол ең бірінші ол нервс қандай петрос майер, ол каналда жатады өзегінде. Екіншісі нервс статетус, яғни дабыл жарғағына баратын екінші нерв есіңізде ұстап тұрсаңыз хорда тимпани. Осы жерден тұратын, мынау зонд арқылы көрсетілген. Сонымен қарап отырсақ, нерв статетус ол мускул статетусқа барады. Мускул статетус білесіз, ортаңғы қана кішкентай сүйекше бар еді. Үзеңгі. Якраз мускул статетус нервтенеді. Екіншісі хорда тимпани, екінші нервтер. Сонда дабыл жарғағы, сонда нервтердің көзі бұл жерде екеу екенін білу керек. Ары қарай болсын. Міне шықшыт аймағын, шықшыт безі алынып тасталған, сондықтан нервс фациалисті ірі сабау түрінде жақсы көруге болады. Міне оның тармақталуы және бет аймағына шыққаннан кейін бұл негізінен нервтендіруі барлық, бұл ымдау бұлшықеттерін нервтендіреді. Ымдау бұлшықеттер емес, көз айналасының бұлшықеттері, сондықтан рамсва деп айтылады, абиталис. Мынау беттегі ұрт бұлшықеттері бар, ауыз айналасының бұлшықеттері, бұл жерден де анатомияда оқытыңыз, есіңізге алу керек. Және бұл жерде рамус маргиналис барды. Ол неге иек аймағына келеді. Мына жерден тоқтатыңыз. Тоқтатып тұрмыз. Мойын аймағына барғанда есте ұстау керек. Осы жиектік артерия, то есть нерв, мойын өрімдерін есіңізге алсаңыз, ол вообще жұлын нервтеріне нервус трансверсы коли бар. Осымен анаспа қосылады бұл нерв. Сонда қарап отырсақ, осы жерде екі жүйенің арасында байланысқан. Маргиналис арқылы мойын аймағында қосылады. Вот жартылай, мінекей, жартылай ауыз түбін құрайтын бұлшықеттерді қозғалтқыш нервтер береді. Бұл жерде бізде мана қалған, ол ауыз түбін құрайтын дигастрикус және стелопергиус бар еді, сол тарайды. Енді қарай, осы жерден кейін біздер бет нервінің шықшыт безінен шыққаннан кейінгі анатомиялық құрылысы бойынша екі типке бөледі. Оның біріншісі мына алдыңызда тұрған торлы тип дейді, немесе шашыран түрінде болуы мүмкін. Екіншісі магистралды тип дейді. Қарап отырсақ, екеуінің айырмашылығы бар, әуелі бірден бөлінгеннен ұсақ тармақтарға бөлінеді, бір-бірімен анастырма жасайды. Олар екіншілік тармақтар болады, қайтадан бірі-бірімен қосылады. Нәтижесінде мынадай үлкен тор түзіледі екен. Ал магистралды түрінде негізінен екі сабау түрінде шығады, ірі. Содан кейін барып олар екіншілік тармақтарға бөлінеді. Мына екі құрылысына байланысты бұлардың да анатомиялық жағынан қайсысы қолайлы, қолайсысын есептеу былай өзіңіз ойлап шығаруға болады. Егер магистралды түрінде қандай да бір бетке жасалған кесінділерде, енулерде, қандай да бір ірі сабауды кесіп алсаңыз, болды, оны иннервацияны солаймен бүкіл ымдау бұлшықетінің парезін жасайсыз. Салданмен. Сондықтан
екі түріне байланысты біз оның қайсысы қолайлысын шығара аласыз. Бұлшықеттерінің функциясының бұзылысынан жалпы сезімталдық бұзылысымен сипаттандырамын мен. Сонымен қатар вегетативті тамыр бұзылысы симптомдарымен тұрады. Тілдің алдыңғы 2-3 бөлігі дәм сезу бұзылысы қосылады. Көзден жас ағу, немесе көздің құрғалуы, гиперкаузия және басқа да симптомдар қосылуы мүмкін. Бұның айырмашылығы бар ғой, ана невралгиядан кішкене. Бет тыныш кезде қисайған және ымдау қозғалысында сау жаққа бұралады. Беттің зақымдалған жағында бет қатпарлары жазылған және осы жағы кішкене ісінген сияқты көрінеді. Ауыз бұрышы төмен түседі. Дауыссыз әріптері дыбыстағанда ұрттар парус сияқты көрінеді. Міне клиникасы неврологияның кішкене бөлек сияқты. Парез жағында бұлшықеттердің парез анықтау үшін бір қатар тесттер қолдану ұсынады. Бірінші, қалай бұны кезек көзі жұму тестісі. Оны қалай түсінуге болады? Науқас зақымдаған жағындағы көзді біресе бөлек жұмады. Не болмаса, сол уақытта екі көзді бірдей жұмады. Сонда бір жақ көз ашылып қалады, жабылмайды. Енді ол мимический мысаларында жаңа анатомиядан түсіндім. Ауызды айнала бұлшықеті тесті. Ерінді трубочка сияқты созу ұсынылады. Осы кезде бұлшықеттің айқын зақымдалуының да асимметриясы көрінеді. Зақымдалған жағындағы ерін бұрышымен науқас бір жолақ қағазды дұрыс ұстай алмайды. Бір листочекті берсең, мына жақтан түсіп қала береді, ерін бір жақтан. Үрленген ұрттар тесті. Үрленген ұрттарды бір уақытта қысқан кезде ауа ауыз бұрышының зақымдалған жағынан шығады. Жаба алмайды ауызын. Міне кішкене этиологиясына да тоқтап кетейік. Бұл этиологиясы біріншіден бұл зат алмасу бұзылады, инфекция, интоксикация, жарақат, көпіршіктің түйіннің ісігі, ұйқы артериясының аневризмасы, көмейдің омырлары. Сондай не болуы мүмкін жұтқыншақ несімен. Қазір енді анатомиялық сипаттамасын көресіңдер. Бұл тіл жұтқыншақ неврологиясының анатомиясы болады. Себебі оның сопақша мида орналасқан қозғалтқыш, сезімтал, вегетативті ядросы бар. Жақсы. Олар енді шыққанда қарап отырсақ, мінекей ми сабауынан шығып тұр. Келмесін. Мына жерде қарап отырсақ, вот неосфорин дейміз да. Мына ми сабауынан шыққанда бұл өте күрделі, мына жерде синтофиялық тұрғысынан жақсы білу керек. Ол невус вагуспен, көп дұрыс па? Неге невус вагуспен бірге жатыр. Невус вагус вот неге сабаудан шығатын көптеген ұсақ тармақтар түрінде басталады. Сосын бәрі бірігіп үлкен сабау түрінде. А мынау 11-ші қосымша невус аксессориус. Ол вообще мына сопақша мидың төменгі жағында әрі қарай кейбір жартысы жұлын нервтерінің қосылуынан түседі. Көрдіңіз, жоғары көтеріліп те, үшеуі бір жерге қарай жақындайды. Сөйтіп те бұлар қай форамен югулярис арқылы бас сүйек қуысынан шығады. Сондықтан бір тесіледі. Егер мыналардың астын қарайтын болса, оларға көлденеңіне жатқан, оның астында 12-ші бас мийлердің невус гипоглоссты көруге болады. Олар көлденең жатыр оларға. Астында. Егер бас сүйек негізінен қарайтын болса, оның артқа бас сүйек шұңқырында жаңа айтқан үш нерв форамен югулярис арқылы шығады. Ал невус гипоглосс ол не арқылы шығады? Каналис гипоглосс арқылы шығады. Келесі. Бас сүйек қуысынан шыққаннан кейін, мына төрт нерв, мына жату синтофиялық қатынасын қарап аламыз. Мынау ішкі ұйқы артериясы, мынау вена, югулярис нерв. Міне невус глоссофарингеус кетіп тұрады. Мынау невус вагус астында жатыр.
аксессорий жатыр и 12-ші немский полугыш жатады. Синтакиялық тұрғыдан төрт нервтің қатынасы осылай. Мына бұлшықтар схема түрінде кесілген, солардың тереңінде жатыр. Нерв глоссофарингеус шыққаннан кейін ана нервтерден қарағанда сәл алдында жатады. Алдыға қарай доға тәрізді иіледі екен. Доға тәрізді иіледі. Бұл тілдің артында біз білесіз, жұтқыншаққа тартылатын мускулус стелофарингеум бар да. Вот мен соның қасында жатыр. Мына жерде енді синтакиялық тұрғыдан қандай бұлшықеттердің арасында екенін көрсетілген. Бұл жұтқыншаққа артына келгенде тілдегі рамус лингвализия жұтқыншақтың оның ауыз тілінде шырышты қабаттарын иннервациялайды. Сәл артқа тұрады. Бұл жерде білу керек, глоссофарингеус сонда тілдің артқы 3/1 бөлігін иннервациялайды. Анау алдын 3/2 бөлігін, сондықтан екі ерекшеліктер. Және бұл жерде глоссофарингеустың бұдан басқа аралас нерв қой, сондықтан білу керек. Бұл тағы береді, не береді, немус тимпаникусты береді, дабл қуысына. Ол каналикус тимпаникус арқылы, анау дабл қуысына енеді. Ауру пароксизмасы. Олар түр түбіріне немесе қалқанша безінде басталып, және таңдай пердесіне, тамаққа, құлаққа тарайды. Кейде төменгі жақтың бұрышына, көзге, мойынға ауру сезімі таралады. Ұстама 1-3 минут. Бұның если невралгияда 1-2 секунд болса, мәрте 1-3 минут. Ауру сезімі тілді қозғалтқанда пайда болады. Ұстамалар тамақтың құрғауымен қосарланып, содан кейін гиперестезия байқалады. Енді осы 3 нервтің диагностикасына тоқтайық. 3 нервтің диагностикасы мені сендерге жақсы көрініп тұр. Біріншіден, үшкі нервтің невралгиясы, міне, қандай біз жаңа айттық қой, ауру сезім үшкі нервтақтарының иннервациясы аймақтарында, триггерлі зоналар невралгияда. Терапевттер нәтиже антиконвульсациялардың бергенде болады дейді. Мынау фенилепсия, бұның бәрі невропатологтар еді. Бұл бізге бет невретінің тері қызарғаны, оң жақ бетінде жарты бөлігі қозғалғысыз түскен, көздің жұмылуы қиындайды, жас ағады, сілекей көп мөлшерде ағады, өйткені мышцалардың бәрі сократитіп, бір жағына қисаямыз. Үшінші, түр жұтқыншақ нервісінің невралгиясы. Түбірінің қалқасының безінің ауырғанынан болады төменде. Триггерлі зоналары тіл түбінің арасында. Адам көбінесе мына мойын жақтан қызарып ауырғанын сезеді. Өйткені көп зат тілдің астында болады. Міне 3 нервтің диагнозы. Суреттерін көріңдерші бір примерно. Келесі слайд. Міне невралгия міне ағайларында бәрін айтып берді, анатомиясы бәрі қалай өтетіні. Міне мынау бет невреті түрі бір жаққа қисайып, өзі жабылмай солай болып қалады. Өйткені күлі кровавый мышца дейміз ғой, соларға зақым келеді. Екіншісі міне тіл астында жұтқыншақ көбінесе. Біз невралгияда осы 3 диагнозбен бірін-бірін дифференциировать етуіміз керек. Сондықтан сендерге біз кішкене болса да диагностикасының менен тоқталып кеттік. Бұл қазір невралгиялық бар аурулар неврологтарды емделеді. Көбінесе. Күлі амбулаторный операциялары, амбулаторный ем болады бұларда көбінесе. Емі екі неге біледі, консервативный лечение дейміз, екіншісі хирургиялық ем. Хирургиялық емдерде это невроэксерез, алкоголизация, сүйек каналын жартылай алып тастап, және штифпен пломбалау.
нервтің регенерациясын алдын ала алу үшін сүйек каналын кеңейту. Егер сүйек каналын біз кеңейте аламыз, если оны көп тұрсақ. Бұл невралгия центральный генез дейді, периферический генездерінде болады. Орталық нервтің блокадасы 2% лидокаин немесе навалгин етісін қояды. Емдеу курсы 8-10 күн болады. Даже физикалық емдер, ине дефектор терапиясы, десимволизация, флуктуация, электрофорез, сондай физик емдерінде қолданады. Ал енді бізде мынандай клиникалық жағдайды айтып кетейік. Қазір топтар 2 топқа бөлінесіңдер. Сендер мына осы біздің лекциямыздан бірдеңе түсіндіңдер ме? Қалай бізге обратный связь дейді, керіс байланыс. Сонда енді қазір біз клиникалық жағдайды кейіннен тиген кезде ұстамалы ауысынуы және оның 3-4 секундқа шейін созылуы. Ауысыну күйдіру 8-4 секундқа шейін. Значит, ол уже көбейе бастады да уақыттары. Дәрігерге бірнеше рет қаралуға келген. Ауырған аурулары балалар инфекциясымен және тұмау болып ауырған бұрын. Науқастың жалпы жағдайы қанағаттанып, жергілікті статусы, сол жағының ісіну байланысы беттің асимметриясы, кішкене асимметрия бола сияқты. Өйткені қозған қызметтің қолмен тесе береді ғой. Пальпация үшқыл нервтің 2-ші және 3-ші тармақтарының шығу тесіктерінде. Сол жақ беті ауырсынбалы. Пальпациялаған кезде сол жақ ұрт аймағында 3 секундқа созылатын ұстамалы ауырсыну басталады. Ауыз қуысында патология өзгерістер жоқ. Мен задачкаларың клиникалық жағдай көз алдыларында тұр. Қандай? Сендер жазасыңдар, а сендер қандай предварительный диагноз қоясыңдар? Алдын алу, как предварительный? Қоясыңдар. Қандай диагностика, методы диагностики и обоснуйте этот клинический диагноз. Хорошо? 3 минут. 5 минут жетер ғой сендер? 5 минут жетер, давай. Быстро, можете общаться. Вот этот момент фотографируйте. Сол жақ порт аймағындағы ауырсынған, оған қолмен немесе көзімен сүрткен кезде ауырсыну сезімінің күшеюі. Бұл негізгі проблема болды. Ал осы аурудың негізгі симптомдарына тоқталсақ, сол жақ портының порт аймағының ауырсынудың басылу арасындағы уақытын анықтап отыр. Одан кейін негізгі симптом бұл бізде ішкі нервтің 2-ші, 3-ші тармақтарының саусақтың басқарады, пальпацияда ауырсынудың күшеюі немесе ауырсынудың болуы, негізінен триггерлік зоналардың ауырсыну және де ауырсынудың сол жақ аймағында самайға және де шүйдеге таралу негізгі симптомдар.
күйдіру сезімінің болуы, негізгі симптомдар осы ауырсынудың ұзақтығы 3-4 секундқа, ауырсынудың күйдіру сезімді немесе приступ тәрізді болуы, сосын триггерлік зоналардағы ауырсыну және де пальпацияда сол жерлердің ауырсынудың таралуы. Бізде осы симптомдарға қарап алғашқы диагноз ішкі нервтің невралгиясы деп диагноз қоямыз. Сондай диагноз да? Енді бұны тұра тұрамыз. Қандай тармақтар? Предварительно қоя алмайсыңдар? Қандай тармақтар? Бізге тармақтар керек? Үш тармақ бар деп айтамыз. Екінші және үшінші ішкі нервтің екінші және үшінші тармақтардың невралгиясы. Келесі. Жаңағы жақ шет аймағының мидың КТ-сын жасадық. КТ деген не? Томографияны МРТ жасадық. МРТ деген не? Енді сөйлеп айтпайсыңдар, КТ деп ол статьяда жазуға болады КТ деп. Ана жанына ету объяснение жазу. А сен КТ ауруға айтасың ертең, КТ жасап кел. Ол не біле, қайдан біледі сен КТ не екенін? Да? Содан кейін диагностика жасадық. Жаңағы бізде соңғы нақты нені қою үшін, диагнозды нақты қою үшін дифференциалды диагностика жасадық. Оны жедел іріңді маңдайдың синуситімен, жоғарғы жақтың синуситімен және жоғарғы және төменгі жақтың сынықтарымен диагностикалар жасағаннан кейін айырмашылықтары жоғарғы жақтың және төменгі жақтың сынықтарында олар үшін ашық және төмен болуы мүмкін. Ол кезде жаңағы беттің асимметриялы болуы мүмкін. Осы ерекшеліктер. Ал жоғарғы жақтың синуситінде Асимметрия ғана бола ма? асимметрия жоқ. Сынықта не болады? Жаңағы сүйектердің бір-бірінен орындарына Тағы да не болады? Прикус бұзылады. Хорошо. Екіншісінде? жоғарғы жақтың синуситі. Маңдай синуситі. Мұрнақ бөліс болады, Температурасы бола ма? Так, дальше. Осы дифференциалды диагностикада ерекшеліктеріне байланысты бізде соңғы Тағы да немен дифференциалды жаңағы беттің невралгияларымен оларға қандай ерекшеліктер? ол кезде жаңағы беттің невралгиясында жаңағы көрсетті ғой не істеп. Тоже беттің асимметриясы болады жаңағы тесттер жасаған кезде екі көзін кезекпен аштырған кезде бір көзінің жабылмай қалуы болады. Ондай жоқ қой, Иә, бұл жерде ондай нелер жоқ шағындарында. Сол соған байланысты нақты бізде ішкі невралгиясы. Қандай тармақтар? Екінші, үшінші тармақтарды. Үш тармақты қандай симптомдар проблемасы көрінеді? Бәрі сөйлеп дұрыс айтыңдар, да? Дұрыс па? Келесі. Аталған симптом қандай оны айтыңдар, да? Келесі. Проблема симптомын аурулардың бәрі келесі. Бұны айырған бір бас аймағында қандай симптом бар, қандай ауру бар, соның бәрі. Осы күннен очень только сексуальный видео. Бір соны доказать етіп қой. Осындай проблема ойланып айтып сұрақтар. Әрі есімен bunu da senin cazip ayıp gösterdiğinde. Diagnozunu düz koydum. Rahmet vermemizde, yaxşı düşünmemizde. Sizlere çok rahmet. Лекциямен қазір нелердің бәрін беріп жатырсыңдар бағасын. Мен ішіне автомобиль тағы да айтамын, автомобиль студенттері өте жақсы бар. ТБ, СБ-ді өттік бәрін. Шын айтқанда біздің ұлтымызға осындай балалар керек жақсы. Сізге де жақсы көмектесіңіз.